Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін сіздерде қазақ әдебиеті сабағы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Бейімбет Майлин және ол кісінің Шұғаның белгісі повесі. Алдымен жазушы Бейімбет Майлин туралы және ол кісінің өмірі мен шығармашылығына тоқталайық. Сонымен Бейімбет Жармағанбетұлы Майлин 1894 жылы Қостанай облысының Таран ауданында кедей малшының отбасында дүниеге келген. Әкесінен 2 жасында жетім қалған Бейімбет 7 жасынан бастап байдың малын баға бастады, яғни қарапайым қойшы болады. Содан соң Бейімбет Қаршадайынан жоқшылық пен кедейшіліктің ауыр зардабын шеккендіктен бұл болашақ жазушының бір мейірімді, айналасын мейірімді адамдар қоршады. Себебі әлгі жетім көрсең жебей жүр деген секілді айналасындағы адамдардың барлығы бұл кісіге құрметпен қамқорлық танытты. Әжесі бойдас өлең шығаратын, сөзге ділмәржан болған, яғни бұл кісі енді жаңа әкесі қайтыс болған соң әжесінің қолында өсті. Әжесі Бейімбет Майлинға көбінесе алып келген кітаптарды, қисса дастандарды жаттатады екен кішкене күнінде. Оқушылар, Бейімбет Майлинді біз қазақтың үш бәйтерегі атанып кеткен ақындардың қатарына қосамыз. Олар өздеріңіз білетіндей, алдымен Бейімбет Майлин, Сәкен Сейфуллин және Ілияс Жансүгіров. Бұл біздің қазақтың қоғам мемлекеттік қайраткерлері үш бәйтерек атанып кеткен еді. Енді қазақ халқы үш бәйтерек деп атап кеткен осы үш тұлғаны қазақ әдебиетіне айтулы ақын, қарымды қаламгер, дарынды драматург ретінде үлкен үлес қосты. Олардың қаламынан Қазақстанның дархан даласы, өндіріс орындары мен еңбек адамдарының іс-әрекеттері, өмірге деген құштарлықтары, болашаққа үміт сенімдері кеңінен көрінді. Яғни бұл кісінің шығармаларынан, балалар. Бейімбет Майлин шығармаларына міне көріп тұрғандарыңыздай электронды оқулықтарда, болмаса кітапханалардан алсаңыздар, андай шығармалары бар. Шұғаның белгісі повесі, ұл болсын, майдан, қанды кек, қара шелек, оңай олжа, түйебай деген әзіл-оспақ әңгімесі бар. Күлпаш деген осындай халық арасына кең тараған әңгімелері бар. Бейімбет қазақ поэзиясында поэма жанрының өрісін ұзартып, өресін биіктетуге қомақты үлес қосқан ақындардың бірі. Оның байдың қызы, Рәзия қызы, қашқын келіншек, Зәйкүл, Маржан, өтірікке бәйге, хан күйеуі, кемпірдің ертегісі, бөліс, Мырқымбай поэмалары тақырыбының әр алуандығымен, оқиғалық тартымдылығымен, өзіндік тіл ерекшелігімен қазақ поэзиясының көрнекті шығармалар қатарынан көруімізге болады екен. Бейімбет атамыз 15-ке тарта повесть әңгімелер жазды. Оның ішінде бұған қоса ол кісінің Азаматович атты үлкен роман жазған білесіздер. Оның Қызыл жалау, Қоңсылар атты романдары аяқталмай қалған. Мұның сыртында ол ірілі ұсақты 25 пьеса, либретто, сценарийлердің авторы болып табылады. Бейімбет Майлиннің шығармалары қазақ әдебиетінің барлық салада байытқан рухани асыл мұра десек қателеспейміз. Жаңа айтып жатқанымыздай, өлең болсын, драматургия болсын, поэзия болсын, қай салаға да бұл кісі өзінің үлесін қосқан қарымды қаламгер ретінде танимыз. Сонымен қатар колхоздастыру кезеңінің оқиғалары туралы жазылған шығармалары бар. Ол Келін мен шешей, Жасырын жиналыс, Майдан, Талтаңбайдың тәртібі сияқты пьесаларының желісін құраса, жазушының Біздің жігіттер, Жалбыр, Амангелді секілді драмалық шығармалары жалпы тарихи тақырыпты қозғайды. Яғни бұл мына пьесалары көбінесе мынау күлдіргі, сынау, әзіл-оспақ ретінде жазылған, Талтаңбайдың тәртібі деген секілді әңгімелерді айтып жатырмыз. Ал тарихи оқиғаларға мына шығармаларын жатқызуымызға болады. Жалпы Бейімбет Майлиннің драматургияға саласында да өзіндік зор үлес қосқан жазушы ретінде де білеміз. Ал енді сіздерге берілген тақырып бойынша бүгінгі өтетін ол бізде Шұғаның белгісі повесі, яғни хикаят деуімізге де болады, балалар. Шұғаның белгісі Бейімбет Майлиннің 1914-15 жылдары жазған повесі болып табылады.
бұл негізгі басты кейіпкерлер ол Шұға мен Әбдірахман, яғни кедейден шыққан Әбдірахман деген мұғалім жігіт Есімбек деген байдың Шұға атты сұлу қызына ғашық болады. Жігіт қызды да бір-бірін сүйіп ұнатады. Бұл әрине енді байларға ұнамайды, себебі жігіт кедей, бірақ жігіт кедей болса да ол оқыған, тоқыған, сауатты, орысша, сол заманда білесіздер, орысша жақсы білген азамат болған екен. Бірақ олар жала жауып, Әбдірахманды айдатып жібереді. Бұған күйзелген Шұға айықпас, жазылмас дертке ұшырайды. Қызының осындай халіне қиналған Есімбек болысқа айтып, Әбдірахманды амалсыз босатуын сұрайды, және босатады. Әбдірахман алып ұшып, сүйікті Шұғасын көруге асығып келсе, ол қайран ару сол жарық дүниемен бір жола қош айтысқан екен. Оның көзіне, яғни өзіне жазып қалдырып кеткен хаты болады, ол хат өлең ретінде жазылады. Әбдірахман босап шыққан соң Шұғаны көруге келсе, Шұға жарық дүниемен қош айтысып кеткен екен. Бірақ артына Әбдірахманға арнап жазып кеткен хатын оқып, бұл хат сонымен қатар қара сөзбен және өлең түрінде жазылған екен. Міне осындай аянышты хикаямен бітеді бұл әңгіме. Енді алдағы уақытта балалар, сіз бұл Шұғаның белгісі повесін толықтай оқып танысатын боламыз. Сонымен қорытындылай келе, бүгін біз сіздермен Бейімбет Майлиннің өмірі мен шығармашылығы және ол кісінің Шұғаның белгісі деп аталатын повесімен таныстық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.